Сонымен бауырластар, біз елшілердің істері кітабын қарастырып жатырмыз. Ол елшілердің істері Інжілден кейінгі немесе Исаның өмірбаяны және Исаның айтқаны жайлы жазылған 4 кітаптан кейінгі 5-ші кітап. Ол Исаның ары қарай өліп қайта тірілгеннен кейін елшілер арқылы не істегендігі жайлы баяндайды. Осы елшілер істері кітабында 1-ші тарау 8-ші аятында ол шәкірттеріне айтқан етін: Иерусалимде болыңдар дейді. Сол кезде келі рух өздеріңе қонғанда оның құдіретін қабылдайсыңдар. Осыған дейін уәде еткені келі рух, көне өсиетте тек қана жаңағындай ерекше адамдарға қонып, олардың сол қызметін атқаруға көмектескен келі рух, патшаларға, пайғамбарларға, басни қызметкерлерге қонған келі рух әдетте жаңа өсиетте барлық сенушілерге беріледі. Соның құдіретін қабылдайсыңдар. Содан сендер Иерусалимде, бүкіл Яһудея мен Самария аймақтарында және жердің шетіне дейін маған куә боласыңдар дейді. Сонымен осы біздің қарастырып жатқанымыз, қазір олар Иерусалимде куәгер болып жатты. Соның нәтижесінде ізгі хабар тарап жатты. Солай. Келіңіздер қазіргі мәтінді оқиық, содан кейін кейбір шолу нәрселерді айта кетеміз, кейін егжей-тегжей әр аятты қарастырамыз. Бүгінгі қарастыратын мәтін ол елшілердің істері 6-ші тарау 7-ші аяттан 15-ші аятқа дейін. Бұл мәтінге тақырып қойдым: дүниенің қарсы шығуы деп. 7-ші аяттан бастап оқиын. Осылай Құдайдың сөзі кеңінен тарап, Иерусалимде Мәсіхтің жолын қуушы шәкірттерінің саны көбейе берді. Діни қызметкерлердің үлкен бір тобы да Мәсіхке мойынсұнып сене бастады. Құдайдың рахымы мен құдіретіне кенелген Степан халық арасында ұлы кереметтер жасап жүрді. Алайда құлдықтан босатылғандардың мәжілісханасының кейбір мүшелері Күрене, Ескендрия, Киликия және Азия өлкелерінен келген яһудилермен бірігіп алып, Степанға қарсы шығып айтыса бастады. Бірақ олар оның даналығына қарсы еш нәрсе істей алмады, себебі Степан киелі рухқа сүйеніп сөйлейтін. Сонда олар кейбір адамдарды жасырын көндіріп, оған былай деп жала жапқызды: біз оның Мұса пайғамбарға және Құдайдың өзіне тіл тигізіп қорлық сөз айтқанын естідік. Осылай олар халықты, басшыларды және дін мұғалімдерін еліртіп қойып, Степанға тап берді. Оны ұстап алып, жоғарғы кеңестің алдына айдап апарды. Сол жерде жалған куәгерлерді алға шығарды. Олар Степанға айып тағып былай деді: мына кісі үнемі осы киелі үй мен Таурат заңына тіл тигізіп жүр. Біз оның былай дегенін естідік: Назареттік Иса осы орынды жойып, Мұса тапсырған дәстүрлерді өзгертеді. Жоғарғы кеңесте отырғандардың бәрі Степанға көз тігіп қарағанда, оның бет жүзінің періштенікіне ұқсас екенін көрді дейді. Аумин. Осыған дейін біз қарастырған кезде, 6-ші тарауда жаңағы Рим империясының басқа елдерінен келген адамдар мен жергілікті яһудиліктер, ұлттары яһуди болғанына қарамастан, тілдері өзгеше болғандықтан, мәдениеті өзгеше болғандықтан, сол себептен араларында түсініспеушілік болып қалды. Шетелдік жесірлер, ұлты еврей болса да, соларға бір жаңағындай тамақ үлестірілген кезде олар ескерілмей қалып жүрді. Сол себептен Паул емес, басқа елшілер шешім қабылдайды. Айтады: біздер осы Құдайдың сөзімен сыйыну қызметін қалдырсақ, ол дұрыс болмайды. Сондықтан араларыңнан келі рухқа кенелген адамдарды
таңдаңдар дейді. Бұл ұсыныс оларға ұнайды. Сол. Үшінші аятта айтады, орталарыңнан абыройлы дейді. Сонда басқа халықтар, адамдар білетін, аты кірленбеген таза адам, дұрыс, жақсы репутациясы бар, және келі рухқа кенелген, және даналыққа бөленген 7 адамды таңдап беріңдер дейді. Сол. Ол ұсыныс қауымға ұнайды. Оларға жан-тәнімен сенетін, Құдайға жан-тәнімен сенетін 7 адамды ұсынады. Олардың ішінде Степан, сонымен қатар Филипп, Прохор, Никанор, сол басқа жақтан Антахиядан келген Яхуди дініне кірген ұлттық Николаны айтады. Сонымен 7 адамды айтады. Аттарын қарайтын болсақ, олар аттары Яхуди емес. Өздері, кейбіреулері Яхуди болғанына қарамастан, өзге жақта туылып өскендіктен аттары грек аттары болады. Жаңағы соңғысы Никола деп жатқан, мүлдем биологиялық тұрғыда, этникалық тұрғыда еврей емес, Яхуди емес, бірақ Яхудинің дінін қабылдаған кісі болатын. Сол Антахия деген қазіргі Турция. Қателеспесем, қазіргі Турция. Сонымен сол 7 кісіні таңдаңдар дейді. Олар жаңағы осы қайырымдылық істі істеуге көмектесетін кісілер болды. Солай. Енді біз арғарай оқитын кезде осы соның нәтижесінде Құдайдың сөзі арғарай кеңінен тарай берді дейді. Ізгі хабар тарады, Иерусалимде Мәсіхтің жолын қуушы шәкірттердің саны көбейе берді. Осы жаңағы Құдайдың сөзі көбейді, немесе шәкірттердің саны көбейді деген нәрсе бүкіл осы елшілердің істерінде жиі қайталанып отыратын, жаңағы әннің қайырмасы сияқты қайталанатын ой. Екінші тарау 41-ші аятта да айтады, Петрдің сөзін қабылдағандар шомылдыру рәсіміне өтті. Осылайша бұл күні қауымға 3000-дай адам қосылды. Кейін 47-ші аятта айтады, бүкіл халық оларды ұнатты, ал иеміз күн сайын тағы басқа адамдарды құтқарып қауымына қосып отырды. Кейін 4-ші тарау 4-ші аятта Петрдің уағызын тыңдағандардың көбі сенімді қабылдап, қауымдағы ер адамдардың саны 5000 шамасында болды дейді. 5-ші тарау 14-ші аятта барған сайын көптеген кісілер, еркектер де, әйелдер де иемізге сенім артып, оның қауымына қосылып жатты дейді. Ол арғарайда жаңағы қайталанып отырады. 9-ші тарау 31-ші аят, 12-ші тарау 24-ші аят, 13-ші тарау 49-ші аят, 16-ші тарау 5-ші аят, 19-ші тарау 20-ші аят. Сондықтан ол нәрсе билік басындағы отқандардың байқамай қалуы мүмкін емес. Жаңағы оларды қудалағысы келеді, оларға қарсы шыққысы келеді. Сол. Сөйтіп біз бүгінгі мәтінге келген кезде жаңағы 8-ші аятта бұлай дейді. Құдайдың рахымы мен құдіретіне кенелген Степан халық арасында ұлы кереметтер жасап жүрді дейді. Сол. Осылай біз ізгі хабар таратқан сайын сенбеушілердің көзіне түсеміз. Бірақ ефестіктерге арналған хатта айтады, біздің соғысымыз тән мен қанға қарсы емес, бірақ рухани күштерге қарсы. Сол себептен біз ол адамдарға ренжімейміз, бірақ оларды сөйтіп итермелеп тұрған нәрсе өздері емес, бірақ арттарында тұрған рухани күштер. Сол. Ол рухани күшке мойынсұнған еріктері сондай. Сол себептен біз ренжімейміз, алайда сол нәрсеге дайын болуымыз қажет. Иса да айтып кеткен, менің соңымнан кім ергісі келсе, өзінен бас тартып, айқыш ағашын еріп, соңымнан ерсін деп. Солай. Айқыш ағашын алып еру деп жатқан біреу, оны айқыш ағашта әдетте адамды өлтіретін. Өлімге бара жатқан кісі өз айқыш ағашын арқалайтын. Сол себептен Иса менің соңымнан ергілерің келсе, осындай
қиыншылықтарға дайын болыңдар, тіпті өлуге дайын болыңдар дегендей ойды айтады. Кейін айтады, шәкірттер ұстазынан артық емес. Сол сияқты мені қалай қудаласа, сендерді де қудалайды дейді. Сомен біз сол нәрсені білуіміз керек, және осы елшілердің іштерінде соны көреміз. Кейін бүкіл мәсіхшілік тарихында мәсіхшілерді қалай қудалағанын көреміз. Сол. Енді мынау бүгінгі мәтіндегі жаңағы Степан деген сенуші кісі бағанағы осы 5-ші аятта аталып кетті. Келі рухқа кенелген кісі болатын, оны осы абыройы жақсылардың бірі ретінде оны атады. Сол. Осы жерде қарайтын болсақ, айтады, Құдайдың рахымы. Сол. Бұл нәрсенің мағынасы, бұның күнделікті өміріндегі іс-әрекеті, мінезі Құдайдың рахымын көрсетіп тұратын адам болған. Сол. Тағы да Құдайдың құдіретіне кенелді дейді. Жаңағы 1-ші тарау 8-ші аятта айтты, келі рухтың құдіреті сендерге келеді, қабылдайсыңдар, сол арқылы ізгі хабар айтасыңдар дейді. Сол келі рухтың, Құдайдың құдіреті осы Степанда болды. Ол Степанда болғаны ерекше түрде болды. Сол арқылы ол не істеді? Ұлы кереметтер жасап жүрді дейді. Бұл жерде Степанның нақты не істегендігін айтпайды, бірақ басқа елшілер не істегендігін білеміз. Мысалға 2-ші тарау 19-ші аятта жаңағы Исаның немесе Құдайдың көне өсиеттегі айтып кеткен нәрсесі. Айтады, мен аспанның биігінде кереметтер жасаймын, әрі төменде жер бетінде ғажап істер істеймін. Қан, от және бұрқыраған түтін пайда болады. Бұл жаңағы ақыр замандағы болатын нәрсе, қан, от және бұрқыраған түтін пайда болуы. Бірақ дегенмен де осы Құдайдың Исаның келіп, қайта тіріліп, көкке көтеріліп кеткеннен бастап ақыр заманның басталып жатқаны. Сол арқылы осы оның шәкірттері сол құдіретке ие болып, кереметтер мен құдіреттер іс-әрекет жасай алды. Солай. Ол жайлы жаңағы 4-ші тарау 30-ші аятты қарайтын болсақ, жаңа шәкірттердің істеген кереметтері. Мына жақта айтады, қолыңды созып ауруларды сауықтыра көр. Қасиетті қызметшің Исаның атынан кереметтер мен ғажап істер жасап, құдіретіңді көрсете көр деп сенушілер сыйынып жатыр. Сол. Оны негізінен кереметтерді істеген кімдер? Негізі кереметтерді істеген жаңа елшілер болатын. Бірақ елшілерден тыс кереметтерді істеген осы Степан тағы 1-2 кісілер болатын. Жаңа 5-ші тарау 12-ші аятта айтады, ал иеміз елшілер арқылы ел ішінде көп кереметтер істеп, құдіретін көрсетті. Сенушілердің барлығы ниеттес көңілмен ғибадатхананың Сүлеймен атындағы бағаналы ғимаратында жиналып жүрді. Сонымен Степан не істеді, елшілер не істеді дегенде кейбір жаңағыдай ауырған кісілерді сауықтырды. Жаңағыдай Петр мысалға туғаннан сал болған кісіні сауықтырады, ол кісі тұрып жүріп кете алады. Дәл Иса қалай істесе, осы оның елшілерді сол нәрселерді істейді. Неше түрлі кереметтерді істейді, жындарды қуады. Сол. Мынау Степанда дәл сондай кереметтерді істеп жатыр. Ол кереметтердің мақсаты не? Ол кереметтің мақсаты жаңағы сол уағыздап жатқан, ізгі хабарды айтып жатқан адамның сөздерін растау үшін берілген Құдайдың белгісі. Сол. Жаңағы еврейлерге арналған хатта 2-ші тарау 3-ші 4-ші аятты оқитын болсақ, былай дейді, сол белгілердің мақсатын айтады.
Егер біз сондай керемет құтқарылуды елемесек, онда жазадан қалайша құтылмақпыз? Осы құтқарылуды алғашқыда иеміздің өзі паш еткен, яғни Иса, оны өз құлақтарымен естіген куәгерлер кейін соған біздің де көзімізді жеткізді. Ол елшілер мен Исаның тірі кезінде көрген басқа да куәгерлер, иә. 4-ші аят айтады: Құдай өзінің құдіретін көрсетіп, түрлі таңғаларлық кереметтер мен ғажайып істер жасау арқылы және киелі рухтың өз еркіне сай әркімге үлестіріп берген түрлі рухани дарындары арқылы да осы ізгі хабарды растады дейді. Сол кезде осы ғажайып істер, кереметтердің мақсаты жаңағы жеке адамның даңқын арттыру емес, бірақ оның уағыздап жатқан ізгі хабарын растау. Шынымен де бұл Құдайдан келгендігін көрсету. Оның анау кереметтерінің қандай екенін көретін болсақ, күнәнің салдарынан әдетте келген нәрселерді жою, иә. Мысалға ауру, тағы да басқа нәрселер күнәнің салдарынан келді осы әлемге. Иса, иә, Құдай патшалығы келгендігін, жақындап қалғандығын көрсету үшін сол күнәнің салдарын адамдар көрсін деп іс-әрекет арқылы растады, иә, кереметтер арқылы. Дәл солай да шәкірттері де сол кереметтерді істеді. Бірақ шәкірттері одан басқа андай кереметтер істеген жоқ та, мынандай білмеймін, фокусниктар сияқты жасырып, андай бас киімнің ішінен қоян шығарып, немесе айды екке біліп, ондай нәрселерді істеген жоқ. Оның артында тұрған ешқандай құндылық, өнеге жоқ. Сол. Жаңағы кереметтерді істеген жаңағы елшілердің және бір-екі сенушілердің сондай істеген кереметтерінің мақсатын солай түсінеміз, иә. Сол. Енді осындай Стефан сияқты немесе басқа елшілер сияқты біз ізгі хабар айтқан кезде не болады? Иә. Мүмкін біз Стефан сияқты кереметтер істей алмаймыз, бірақ мына жақта Стефан Құдай сөзін уағыздағандығын білеміз. Сол. Сондай ізгі хабар айтқан кезде осы дүниенің адамдары не істейді? Қарсы шығады. Қарсы шыққан кезде ол нәрсе бірнеше жолда, бірнеше түрде көрінеді. Бүгінгі мәтінде ол 4 көрінісін көреміз, не болатындығын. Олардың қарсы шыққан кезде, мысалға Стефанға, саналы түрде Стефанды сынға алды. Сол. Дәл сол сияқты бізді де саналы түрде сынға алады. Жаңағы 8-ші аятта айтады, кереметтер жасап жүрді, ұлы кереметтер жасап жүрді халық арасында, 9-ші аятта айтады, алайда деп жатқан, бірақ қарсы шығу жаңағы ойға, оған дейінгі ойға, контраст. Құлдықтан босатылғандардың мәжілісханасының кейбір мүшелері Күрене, Ескендірия, Кіликия және Азия өлкелерінен келген яһудилермен бірігіп алып, Стефанға қарсы шығып айтыса бастады дейді. Сол. Мына жақтағы мәжілісхана деген сөз, артында тұрған грек сөзі синагога. Олар кезінде Бабылға құлдыққа кеткен кезде, көне өсиетте, олар ғибадатханадан алыс жерде болды, сондықтан өзара жиналып тұрып, Құдай сөзін оқуға, рухани нәрселерге назар аудару үшін олар сол синагога дейтін мәжілісханалар ұйымдастырды. Бір синагога болу үшін кем дегенде 10 ер адам болу керек, олар апта сайын, сенбі сайын жиналып тұратын. Синагога деген сөз грекше бірге қосылу, бас қосу. Солай. Мына мәтінде құлдықтан босатылғандар деп жатқан кезінде Иса Мәсіхке дейін шамамен 63-ші жылы, жаңағы Помпей деген император болған. Олар осы Иерусалим, Израильдегі кісілерді құлдыққа жаулап алады, және оны құлдыққа алып кетеді, Римге алып кетеді, құлдар ретінде. Солай. Сондықтан, бірақ уақыт келген кезде
оларды босатып жібереді. Сондықтан оларды құлдықтан босатылған деп айтылады. Ә, бірақ қарап отырсаңыздар, бағанағы Степанды кім ұсынған еді? Иә, грек тілде сөйлейтіндер, шетелдік еврейлер деп айтты ғой, иә. Сол себептен Стефанға да қарсы шығып жатқан осы құлдықтан босатылғандар, яғни Израильде тұрғандар емес, бірақ кезінде құл болған кісілер, солардың ұрпақтары, иә. Сондықтан олардың тілі қандай тіл болды деген кезде, олар жаңағындай мүмкін грек тілінде көбінесе сөйледі, мүмкін кішкене еврей тілін түсінді, иә. Мына жерде де оған қарсы шығып жатқан, иә, Күрене дейді, Ескендерия, Киликия, Азия өлкелері. Азия деп жатқан ол жаңағы Түркия, иә. Сол жердегі жер. Сондықтан оларда Израильден тыс жердегі еврейлер. Сондықтан оларды не қосады деген кезде, олардың грек тілде сөйлейтіндігі. Сондықтан Стефанның айтқан ізгі хабары және сол ізгі хабарын растаған керемет істері кімнің жанына тиіп жатыр десе, грек тілдегі уағызын түсінген осы кісілерге тиіп жатыр. Сол себептен осы құлдықтан босатылғандар, мынау жерлерден келген яхудилер бірігіп алды. Сонда мына жақта кем дегенде 3 синагога, мәжілісхана, немесе одан да көбірек 5 синагогаға дейін баруы мүмкін еді. Ол құлдықтан босатылғандардың бір деп есептейтін болсақ, Күренеден келгендер, Ескендериядан келгендер, Киликия және Азиядан келгендер. Сонымен 3 синагогадан 5 синагогаға дейінгі адамдар. Кем дегенде әр синагогада 10 адам болу керек, бір синагога болу үшін, бірақ одан артық санын андай шектелмейді. Сол. Олар барлығы бірікті, осы Степанға қарсы шығып айтыса бастады дейді. Сонда айтысқан кезде оның істеген іс-әрекеттеріне қарсы шығып жатқан жоқ, бірақ оның сөзіне қарсы шығып жатыр. Сол себептен ізгі хабар айтқан кезде осылай, бізге де қарсы шығуы мүмкін. Бірақ ол қарсы шығу әр кезде әртүрлі болуы мүмкін, Құдайдың еркіне сай. Кейбір кезде ол сөзбен қарсы шығу бар, кейін ары қарай жаңағындай ол адамдардың қалауына, билігіне байланысты ол қарсы шығуды неше түрлі деңгейге жеткізуі мүмкін. Солай. Бүгін осы бірінші қарап жатқанымыз, олар саналы түрде сынға алып жатыр. Мына жақта қарсы шығып айтыса бастады, оны диспут дейді, немесе дебат деп айтуға болады, аударады басқа тілдерде. Кейін 10-шы аятта қарайтын болсақ, бірақ олар оның даналығына қарсы еш нәрсе істей алмады, себебі Степан киелі рухқа сүйеніп сөйлейтін дейді. Сол кезде киелі рухтың осы Стефанның артында тұрып, оған даналық бергендігін, аузына сөз салғандығын көріп тұрмыз. Сондықтан осы олардың арасында осындай бір диалог, дебат, диспут болды. Сол. Кезінде Исаға да сөйтіп қарсы шыққандар болды. Естеріңізде болса, ол садукейлермен айтысты, паршылдармен айтысты. Әрқашанда солардың ауыздарын жаба білді. Мына жақта Стефанның өзін мақтап жатқан жоқ, назар аударатын болсақ. Бірақ Стефан әрқашан киелі рухтың күшіне сүйенді. Сол нәрсесіне назар аударып жатыр. Сондықтан бізде де осы күш болу үшін біз өз даналығымызға сенбеуіміз керек. Өйткені біздің даналығымыз ол шектеулі. Сол себептен ұдайы осы киелі рух күшіңді берші деп, өзіміздің өр көкіректігімізді содан бас тартып, Құдай кішіпейілдік берші маған, осы киелі рухқа әрқашан сүйенуге сондай рух берші деп, сол кішіпейілдікпен сыйынып жүруіміз керек.
Әйтпесе өз өркөкіректігімізге сүйенетін болсақ, иә, жаңағыдай кел кітапта айтады ғой, Құдай өркөкіректерге қарсы, бірақ кішіпейілдерге өз рахымын көрсетеді. Солай. Бізде бір жағынан сондай бізге қарсы шығатын түсіну керек. Сол себептен біз бірнеше реакциямыз болуы мүмкін, иә. Біреулер, бізге қарсы шығатын болса, онда мен аузымды жауып жүрем, жаңағыдай ешкімге тіс жармаймын дегендей. Бірақ ол дұрыс емес, иә. Бірақ біз алдын ала дайындалып, Құдай сөзін оқуымыз керек. Олар шәкірттер не істеп жүрді? Олар жиі кездесіп, елшілердің тәлімін тыңдап жүрді. Сондықтан Петрдің қалай ізгі хабар айтқандығын, басқа елшілердің қалай ізгі хабар айтқандығын естіп жүрді. Сондықтан келі рухқа сүйену деген нәрсе өзіміздің оқымау керек дегенімізді білдірмейді. Иә, сондықтан бізде оқуымыз керек, ізгі хабар айтып жаттығуымыз керек. Бізге қарсы шығады, біз кейбір кезде сөзден жеңіліп қалуымыз мүмкін. Ол нәрсе бір ұят нәрсе емес. Жаңағы білмейтін болсаңыз айтыңыз, мен білмеймін, бірақ білетін нәрсем мынау дей отыра Құдайдың сөзін жеткізу. Естеріңізде болса, жаңағы анау Жохан жазған ізгі хабарда бір соқыр кісіні Иса сауықтырған кезде оның әке-шешесін сұрайды, айтады, біз білмейміз, бірақ мынау соқыр еді, қазір көреді дегендей. Сол сияқты сіз білмейтін нәрселерді сізден сұраса, айтыңыз, мен білмеймін, бірақ мен білетін нәрсем өз амалым арқылы құтқарыла алмаймын, бірақ мен Исаға сендім, менің өмірім өзгерді деп ізгі хабарды сөйтіп айтып берсеңіздер болады. Сол. Сөйтіп Құдайдың сөзіне сондай берілгендіктен нәтижесінде жаңағыдай сөйлей шешен боламыз дегендей, ізгі хабарды ары қарай айтуға Құдай бізді қолдана алады. Сол. Бірақ біз ол нәрселердің бар болатындығын түсінуіміз керек. Бізге қарсы шығатындығын. Бірінші, ол саналы түрде, интеллект деңгейінде, неше түрлі аргументтердің негізінде қарсы шығу мүмкін. Сол. Бірақ ары қарай оқитын болсақ, олар тек қана осындай дебаттың деңгейінде қалған жоқ. Олар ары қарай жалғасты, өсті, олардың қарсылығы. Олар оған айлакерлікпен қарсы тұрды. 11-ші аятты қарайтын болсақ, сонда олар кейбір адамдарды жасырын көндіріп, оған былай деп жала жапқызды. Біз оның Мұса пайғамбарға және Құдайдың өзіне тіл тигізіп, қорлық сөз айтқанын естідік дейді. Мына жақта ашық түрде жала жабу. Соны көріп тұрмыз. Ол нәрсе Тауратқа сай дұрыс емес нәрсе болатын. Жаңағындай Мұсаға тіл тигізу және Құдайдың өзіне, Құдайдың сөзіне тіл тигізу. Ол нәрсе дұрыс емес болып табылатын. Сол себептен осы нәрселерді олар істеді деп, олар не істеді? Оған осындай жала жабатын адамдарды тапты, жасырын адамдарды көндірді. Жаңағы естеріңізде болса, дәл осылай нәрсені Исаға да қатысты солай істеген етін. Матай 26-шы тарауды қарайтын болсақ, 59-шы аяттан оқысақ бастап айтады. Сол кезде басты діни қызметкерлер мен бүкіл жоғарғы кеңес Исаны өлімге кесу үшін оған қарсы жалған айғақтар іздестірді. Алайда көптеген куәгерлер алға шығып өтірік айтса да, оған тағатын бірде-бір дәлелді айып табылмады. Ақырында екі кісі алға шығып Исаны былай деп кінәлады. Мынау Құдайдың киелі үйін бұзып, 3 күнде қайта тұрғызу қолымнан келеді дейтін дейді. Сол. Сондай жаңағы адамдармен орысша айтқанда сговор жасап, келісіп,
Исаны өлтіру үшін амал іздеді. Сол сияқты бізге де қарсы мынау Исаның шәкірттеріне, алғашқы шәкірттеріне қарсы сондай амал іздеді, бізге де қарсы сондай амал іздейтін болады. Бірақ соған біз дайын болуымыз керек. Иә. Бір жағынан ойымызды анық жеткізуге тырысуымыз керек. Сондықтан өз сөзімізден жаңа шалынып қалмау үшін, өз сөзімізден авария болмау үшін сол иә. Бірақ біздің сөзімізді бұрмалайтындығына біз дайын болуымыз керек. Өткенде жаңағындай Наурыз мейрамы болады, сол Наурызға келіңіздер деп кейбір кісілерді шақырып жатсақ, жаңағындай біреулері ізгі хабар айтып жатқан кезде интернетте айтады да, мыналар бір мұсылмандыққа қайттан жақындап жатыр дегендей бізге тиісіп жатыр. Мен айтамын, жоқ, біз мәсіхшілер ретінде жай Наурыз тойын мейрамын қауымда тойлайын деп жатырмыз, сондықтан сіздерді шақырып жатырмыз деп айтсам, сол кезде соның өзінде сөзімді бұрмалап тұрмын. Жоқ деп жатсам да, сол. Сол сияқты сөзді бұрмалайтындар болады. Бірақ өзіміз бір жаңағыдай даналықпен сөзімізден авария болмайтындай дайын болуымыз керек. Бірақ осылай қарсы шығатынын күтуіміз керек. Сондықтан ол біз үшін сюрприз болмайтындай, иә. Кейін ары қарай қарасақ, не істеді, оны ашық түрде шабуыл жасайды. Яғни жаңағы Стефанды, сенушіні оған қарсы ашық түрде шабуыл жасады. 12-ші аятта. 12-ші аяттан 14-ке шейін. Айтады, осылай олар халықты, басшыларды және дін мұғалімдерін еліртіп қойып, Стефанға тап берді. Оны ұстап алып, жоғарғы кеңестің алдына айдап апарды дейді. Сонда осы нәрсені істеу үшін кейбір кезде анау бір қарапайым өзіңе қажет нәрсені істеуге мүмкін уақыт таппайсың, кейбір кезде шаршағандай күшің жетпейді дегендей да, жаңа өзіңе қажет нәрселерді істеу, Ал мына жақта адамдар өздеріне тікелей бір қатысы жоқ, одан табатын пайдасы жоқ, бірақ олардың артында соны итеріп тұрған жаңағындай рухани әлем бар, жаңа Ефестіктерге 2-ші тараудың басын оқитын болсақ, зұлым рухтың қалай жұмыс істейтіндігі айтады. Бірақ екінші жағынан ол адамдардың ішіндегі жек көруі, өздерінің қараңғылығы соларды итермелеп, осы нәрсені ұйымдастыруға күш беріп тұр. Сол кезде осыны ұйымдастыру үшін олар мына жақта халықты дейді, қаншама адамды, мүмкін мынау халықты деп жатқаны бүкіл халық болмаса да, ішінде жеткілікті адамдарды, сол басшыларды, кейін дін мұғалімдерін еліртіп қойды дейді. Солардың бәрін көндіріп қойды. Олар жаңағы осы адамдардың айтқан нәрсесін тыңдайтындай, істейтіндей көндірді. Сөйтіп олар Стефанға жаңағындай тап берді. Соған шабуыл жасады, Былайша айтқан кезде жаңағындай оларды ұстап алды да жоғарғы кеңестің алдына айдап апарды. Мынау жоғарғы кеңес деп жатқанымыз, оны бір-екі рет қарастырдық, Кезінде Исаны да Пилаттың алдына алып келіп, айқыш-ағашқа өлтіру үшін күш қолданған кісілер осы жоғарғы кеңес болатын. Олар жоғарғы кеңес деп жатқан діни кеңес. Сондықтан одан кейін мынау осы елшілердің істері кітабында да Петр мен Жохан және басқа да елшілерді бірнеше рет ұстап, оларға ізгі хабар айтуға тыйым салған кісілер. Өздігінен олардың адамды өлтіруге билігі жоқ, өйткені олар Рим империясының қол астында,
Рим империясының отары. Дегенмен де Рим империясы өздерінің отарының жаңағындай Рим империясына қарсы көтерілгендігін қаламайды. Сондықтан жергілікті адамдардың билік басына отырғызған адамдары бар етін. Сондықтан тыныштық болу үшін оларға құлақ салып отыратын. Енді мынау жоғарғы кеңес деп жатқанымыз бүкіл Израиль халқына сөзі өтетін адамдар. Сондықтан олар бір нәрсе айтатын болса, жаңағы Рим империясының адамдары тыңдайтын болған. Сол себептен Пилат Исаны кінәлі деп тапқанына қарамастан оны айқыш-ағашқа шегелеуіне жол берді. Сол. Мына жақта қазір осы 7-ші тарауда Степан не істейді? Өз сөзімен оларға қарсы шығып, Құдай сөзін жариялап айтады, бірақ халық оны таспен ұрып өлтіретін болады. Сол кезде кішкене толығырақ қарай жатармыз. Сол кезде мына кісілер ерінбей сол нәрселерді істеді, барлығын ұйымдастырды. Айтады 13-ші аятта, сол жерде жалған куәгерлерді алға шығарды. Олар Степанға айып тағып былай деді: мына кісі үнемі осы киелі үймен Таурат заңына тіл тигізіп жүр дейді. Сол. Кезінде Исаға да жаңағы қарсы айтқан сөзі де осы еді. Жаңа ғана оқыдық. Сол. Кейін қосымша айтқан нәрсесі, біз оның былай дегенін естідік дейді 14-ші аятта. Назареттік Иса осы орынды жойып, Мұса тапсырған дәстүрлерді өзгертеді деп айып тақты. Сол. Бірақ Иса ол сөздерді осы мағынада сөзбе-сөз айтқан жоқ болатын. Сол. Жаңағы көне өсиеттегі мысалға леуліктер 24-те 16-ны оқитын болсақ, жаңағы бүгінгі мәтіндегі сөзге қатысты жақсы нәрсе бар. Айтады: жаратқан иенің есімін балағаттаған әркім өлтірілсін. Израильдің бүкіл қауымы оны таспен атқылап өлтіруге тиіс. Егер жат жұрттық не израильдік болып туған біреу менің есімімді балағаттаса, соны өлтіру керек дейді. Ол нәрсе бүгінгі мәтіндегі 11-ші аятқа қатысты. Құдайдың өзіне тіл тигізді дегенге қатысты. Сол. Тағы да Исаның осы ғибадатхананы жоят деп жатқаны, Иса айтты ғой, жаңа ғибадатхананы жоям деп. Бірақ ол ғибадатхана деп жатқаны өзінің денесіне нұсқап айтқан болатын. Ол Жохан 2:19-да айтты, және Жохан 2:21-де соны түсіндіріп айтады. Сол. Қарайтын болсақ, былай дейді. 2-ші тарау 19-ші аятта: мына киелі үйді бұзыңдар, мен оны 3 күнде қайта тұрғызамын деп жауап қатты. Кейін яһудилер: бұл киелі үй 46 жыл бойы салынды, ал сен оны 3 күннің ішінде қайта тұрғызбақшымысың деді. Бірақ Иса киелі үй дегенде өзінің денесі туралы айтқан еді дейді. Ал мынау бүгінгі елшілердің істерінде жала жауып жатқан кісілер жаңа Исаның өліп қайта тірілгені кезіндегі болған кісілер. Сондықтан ол әлі қатты ұзақ уақыт ұзамағандықтан осы нәрселерді білетін болған, бірақ оны бұрмалап тұрып жалған нәрсені айтып жатыр. Содан кейін Мұса тапсырған дәстүрлерді өзгертеді дейді. Иса да оны мен өзгертемін деп айтқан жоқ, бірақ мен оны орындаймын деп айтты. Бірақ жаңа өсиетке сай біз Иса Мәсіх Тауратты бүкіл толықтай орындағандықтан біз оған Таурат заңына жаңағындай мойынсынуға тәуелді емеспіз деп айтамыз. Оны осы елшілердің істерінде де кейін толығырақ қарастырамыз. Сол мәселе кейін туындайды. Өзге ұлттық сенушілер Таурат заңына қалай
қарау керек деген сұрақ көтеріледі. Соны кейін қарастырамыз осы елшілердің істерінде. Жақсы мәтіндер бар. Сол. Бірақ бүгінгі осы жерде қарайтын болсақ, ашық сөйтіп шабуыл жасайды, жала жабады, өтірік жала жабады. И соның нәтижесінде қолдарынан келсе адамды өлтіруге де тырысады, Сол. Алайда ары қарай оқитын болсақ, 15-ші аятта, оны Құдай өзі не істейді? Ақтайды дейді. 15-ші аятта жоғарғы кеңесте отырғандардың бәрі Степандаға көз тігіп қарағанда оның бет жүзінің періштенікіне ұқсас екенін көрді дейді. Сол кезде жаңағындай Құдай бір әдеттен тыс құдіретін көрсетіп, оның бетін жарқыратты ма, оны толықтай біз сол жерде болмағандықтан біле алмаймыз. Алайда біз жаңағындай көзге еске түсетін нәрсе, ол Мысырдан шығу 34-ші тарауда, жаңа 29-ші аяттан 35-ші аятқа шейін оқыған кезде Мұса Құдаймен қарым-қатынаста болады, тауға көтеріліп, содан кейін қайтып келген кезде беті жарқырап тұрды дейді. Сол себептен адамдар қорыққандықтан Мұса бетіне андай кішігірім перде сияқты нәрсе істеді дейді. Қойды, Сол кезде Құдаймен қарым-қатынас адамның сыртқы жүзін де өзгертеді. Жақсы мағынада, Әрқашан андай қарапайым мысал ретінде әрқашан күрсініп жүретін адамның жүзінен көрінеді, Әрқашан көңіл күйі жоқ, әрқашан күрсініп жүреді. Ал Құдаймен қарым-қатынаста жүргеннің адамның жүзінен де өзгеріс болуы керек. Сол. Мұсаныкі әдеттен тыс сондай бір керемет жол арқылы болды. Кейін Луқа 9:29-да Исаның да жаңағындай өзінің құдайлық болмысын көрсетіп, жарқырап салтанатын көрсетті. Сол сияқты біздің өзгерген болмысымызда, біздің іс-әрекеттерімізде, біздің бетімізден де көрінуі керек. Сол. И соның нәтижесінде адамдар біздің сөзіміз арқылы, іс-әрекетіміз арқылы, біздің бетіміз арқылы шынымен де Құдай біздің өмірімізді өзгерткендігін көре алады, немесе сезе алады. Сол. Ал әйтпесе жаңағындай басқа біз ізгі хабар айтып жүргенде кейбір кісілер айтады да, біз жаңағындай туылмастан бұрын осы Құдайдың жолындағы адамдармыз деп айтады. Бірақ егер сіздер қарайтын болсақ, жерде пәленбай миллиард сіз сияқты адамдар бар, туылмас бұрын осындай Құдайдың жолында болғанбыз дегендей айтады. Бірақ іс-әрекеттерінен қарайтын болсақ, ол сондай Құдайға ұнамды іс-әрекеттер жоқ. Ақ ит кіріп көк ит шығады дей ма, сондай нәрселер да. Кейбір кезде кейбір сенушілер де сондай, мен сенушімін дей тұра іс-әрекеттер дұрыс емес. Бірақ сенуші болғандықтан іс-әрекеттері дұрыс болса, ол нәрсе өмір салтынан да көрінеді. Солай. Сондықтан енді бүгінгі мәтіннен көргеніміз, осы ізгі хабар үшін әрқашан Құдайдың хабары үшін дүние қарсы шығады. Бізге қарсы шығады, біздің сөзімізге қарсы шығады. Бізге неше түрлі жаңағындай дебаты ұйымдастыруға тырысады. Ол ресми түрде, бейресми түрде, айлакерлікпен қарсы шығады, жала жабуға тырысады, тіпті өлтіргісі келеді, өз қолдарымен немесе сотқа беріп түрмеге отырғызғысы келеді. Бірақ Құдай халықтың алдында өзі ақтап шығарады. Қай мағынада? Біз ешқашан сотталмаймыз дегенді білдірмейді, бірақ білетін адамдар шынымен де мынаны түрмеге отырғызайын деп жатса да, бұл шынымен кінәлі емес, алайда сенім үшін қудаланып жатыр деген Құдай түсінік береді. Сол. Нәтижесінде осы Степан өлтірілген сенушілердің біріншісі болып табылады, жаңа өсиеттегі. Өзі елші емес, дегенмен де кереметтер жасайды,
ізгі хабар айтады, нәтижесінде сенім үшін өледі. Солай. Жақсы, енді микрофон сіздерде, сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Кеш жарық. Аха, ол Стефанды 7-ші тараудың соңында өлтіреді. Иә. Иә. Енді біз жаңағындай жеке-жеке ізгі хабар айтуға тырысамыз. Содан кейін жаңағындай интернетта ізгі хабар айтуға тырысамыз. Бірақ енді өздеріңіз де байқап жүрсіздер ғой, сөзімізді бұрмалайды, немесе айтқан нәрсені айтпады дейді, немесе айтпаған нәрсені айтты деп шығады да кейбір кезде. Ол әлі сотқа бармай тұрған кезде, бірақ соған қызығып жүрген адамдар болатын болса, бағанағындай өтірік куәгерлерді тауып немесе амалдарын табады. Сол.